Zeynep opağa ise 91 yaş hem ol jey günlerinde her günü Şirmişen yılgasında su kıyına. Onun görüşüsü Meryem opa tizden 88'in tutura ol güzliksiz kitaplar okuyy. Suğuş afetin geçirgen, turmuşunun aşısın teşisin tatırga doğru kelgen әліге hanımlarının yazmışı hakkında tuğlu bir kitap yazarlık. Yaşa üyemin yuvaltmağın, kir köngüllü, aşı kezli əbilərimiz şirattағы сюжетimiz geroylары. 88 түгіл әлі меңа 87 ярым ғына деп ойын кілкіні бірге қошып қаршалды біздің Мәриям апа. Шул ешінде де шоянлығын, жүр түлілігін юғалтмаған әбекеге қарап, еріксізден сұқланып қоясың. Тұрмышы жеңіллерден болмияның. 5 ешінде әнесіз қолған қызға бек көп ауырлықлар көруге түрі келе. Еңағына үйленішкен тұрмыш иптәшін соғыш қазата. Соғыш тамамлаған шыға қадар олар қойнанасы білен екеу күнә ғымыр кешірелер. Біз қойнанам білен екеу қалдық. Ben gittim şundan firmaga işe. Firmada anda yüzümüz salamga varabız, yüzümüz navus dökeriz, yüzümüz buzavlatırız, yüzümüz savuruz, yüzümüz navuzlar bütünüsün işlep. Buna ben ol katkince şuşalay şunda işledim. Aşarga yok, anda ne o imen jüke zafrak zeyip katabız da şuşunlardan şolay ezgene pişirip şolay yerme kesibіз. Aşarga birde istedik, aç. Şuşunu sıyırtışken şu zaman şunda cep taşımalı sonra şolarını açıyız. Onları kırga verengi oranda verengiler civaydık. Nurana küp gördüğünde balık koyayım. Anda söylep de bitirirlik de gelmeyin, söylep de bitiremeyiz. Мәриям апаға ғымыры бойы қояғын әшлерге туры келмей, іш борлық ауырлықларына да жеңірге ярдам ете. Соғыштан исен-емен қойтқан тұрмыш иптәш Искәндәр белән 5 бала тәрбиеләп үстерәләр. 87 яшьлек әбекәйнең бүгендә күңеле кір, йөзе көләч. Бары тик күзләренең генә начар күрә башлавыннан зарланып алды ул бераз. Nurana küp gördüm ben, zırıl. Böyle bütün tenlerim ağırda varsa da, süveklerim ağırda varsa. Donup bitti. Mana şu firmaga salamga varabız yüzümüz. Iştan, manda bular yoğunda. Anda ıştan. Ne de ıştan? Tulayık, çabata. İşte bir nesten boştan emnesi. Mana şu sulay. Tonup katıp biteyik salamga varıp жеткенше. Salam teyip batayık kırzan. Ут күршісі Зейнеп апаға ise 91 яш. Оның да соғынып сөйлер хатирелер бойтақ. Соғыш башланғанда 16 яшлы қызға уақытында асфальт жергеде де темір кесерге де тұры келе. Мен соғыш башланғанны ишеттім, yol салайдық. Çirmişen bilen Laşman arasına yol салайдық. Мен анда ерлерге ашарға пішірге барғанайым. Мына шушыннан воскресенье күні емекен, жұмға күні емекен, неден олар кеткенлер ернеге. Шул базарға менді қоя, шушы базарға соғыш шықты. И шул күні уже бізні атлар бірға тиеп алып қайтып кеттілер ауылға. Шушы күні уже халыққа повестка келе, халықлар кетті, оларны затабыз, делайбыз, мына шушынды халиді енді. Зейнеп апа тумашы белән Ширмешән районынан үз авылларында мәчет салдырга зур өлеш кертә. Сугышта үлеп калган 13 авылдашы исемен ташка яздырып һәйкәл куя. Гомер буе тормышны, кешеләрне яратып яши ул. 91 яшендә булуына да карамастан, җәй айларында көн сайын Ширмешән елгасында су кыйна. Бүтән кыенлыкларны, тормыш сынауларын җиңел үткәреп җибәрә алу узак яшәүнең сире булып торадыр да магайын. 20-25 градус булса уже су кыйнырлык инде. Шында су кыйнам, езіп кыйнам. Шынды яратам езерге. Біз бала вақыттан енді аш болсақ та су кыйнып өстік өзіміз. Чайыр чайны едік. Өзіміз бітініміз явық еді енді бала. 11 қыз өстік шында. Мен ішімі яратып ішедім әр вақытта. Менде вредніс yok. Кіші әйбірінен кеннәмейм мен. Мен кішіге түлкі ярдам етерге тырышам. Bütün ömrüme yardım ettim kişiye. Bulsa gel, benim iden yuvam bana, bir izgi benden kirsen, şul şey içerge, ili buna şulay, şunday benim hıyalım. Тормыш аулыкларын күреп тә яшәү ямын югалтмаган, күңелләре дә башларына япкан яулыклары кебек ак, саф әбиләребезнең язмышы яшь буынга үрнәк итеп куярлык. Хәзер алар мул табын артында шикердәшеп чәй эчәләр. Шикер, өйләре нурлы, күңелләре тыныч аларның.